Қазіргі кездегі қоғамдағы кейбір істерге қарап тұрсаң, қарның ашады. Және не істеріңді білмей дал боласың. Тапқанның тамтығы жоқ жүріп, миллион ақшаны аз көретіндер бар. Астында мінген көлігі жоқ жүріп, арзан машинаны жақтырмай мұрнын сүйретіндер бар. Жинаған көк тиыны жоқ болғанымен, ақша үнемдегендерді анау пысық болып кетті, мыстан болып кетті, шық бермес шығайбай болды деп мінеп, сынап сөгетіндер бар. Өзінің қолынан ештеме келмесе де жұмыс істеп жүргендерді сындап, сыртынан сөз айтатындар бар. Торға шығып алып, ойына келгенін істеп қылжақтап жүргендерді анау тор жұлдызы болды, уанхун болды, шолпан болды деп бағаласа, ал адамның сөзін айтқандарды алдамшы екен деп қаралайтындар бар. Осыған қарап тұрып, баяғыдағы бақанда тұрған етке қолы жетпеген мысықтың «Па, мына еттің сасығай» деп жиіркене қараған түрі адамның есіне еріксіз түседі. 记得关注再走哦。